Саламатсыздар ма балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгін біз менің өлкемнің өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығы тақырыбын өтеміз. Осы тақырыпты оқу барысында біз не үйренеміз? Экономикалық қызметтің субъектісі туралы білетін боламыз, және өлкеңдегі экономиканың түрлі салаларын сипаттауды білеміз. Ауыл шаруашылығында еңбек ететін адамдар егін егеді, мал өсіреді, оның өнімдері өнеркәсіпте өңделіп, халық тұтынатын тауарға айналады. Елімізде шаруашылықты ірі және ұсақ кәсіпорындар, зауыттар мен фабрикалар жүргізеді. Оларды экономикалық қызметтің субъектілері деп атайды. Экономика еліміздің шаруашылық қызметі. Экономикалық қызмет түрлеріне өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету саласы жатады. Балалар, мына суреттерге қарай отырып, біз өнеркәсіпті және ауыл шаруашылығына байланысты әртүрлі шаруашылықтарды топтап бөле аламыз. Біздің Қазақстанның басым бөлігі мал шаруашылығы салаларымен айналысады. Оңтүстік жақтарда егін шаруашылығы және фабрикалар, өндіріс орындары жақсы дамыған. Ал Қазақстанның солтүстік өңірінде егін шаруашылығы, мал шаруашылығы жақсы дамыған. Батысында Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстары мұнай өңдейтін зауыттармен еліміздің экономикасын көтеріп отыр. 14-ші беттегі Қазақстанның пайдалы қазбаларының картасы деген суретті қарайық. Сол жерде біздің елімізде шығатын әртүрлі пайдалы қазбалардың қай өңірде, қай аймақта шығатынын көре аламыз. Әртүрлі шартты белгілер бар. Сол шартты белгілерді қарай отырып, қай облыста қандай пайдалы қазбалар өндірілетінін көруге болады. 15-ші беттегі сызбаны қарап отырсақ, өнеркәсіпке және ауыл шаруашылығына жататын шаруашылық түрлері, өнеркәсіп түрлері бөлінген. Кластерге мұқият қарап, еліміздегі кәсіпорындарды экономикалық қызметтің қай түрімен айналысатынын көруге болады. Өнеркәсіпке кен өндіру, кен өңдеу, машина жасау, металл өңдеу, құрылыс өнеркәсібі, тамақ өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, электр қуатын жылу, газ өндіру өнеркәсіптері жатады. Адам әртүрлі шаруашылыққа қолайлы жерді тауып, табиғатын зерттеп, сол жерге қандай шаруашылықты жүргізу керек екенін табады. Табиғат қоры таусылған жағдайда адам шаруашылықты қалай жүргізетінін ойластырады. Біз де осы тақырыпты, сұрақты ойланып көрейік. Табиғат қоры таусылған жағдайда адам шаруашылықты қалай жүргізеді? Экономиканың басты міндеті табиғат байлығын мейлінше үнемдеп, ұзақ уақыт бойы адам игілігіне жарататындай етіп қолдану. Біз өзіміз тұрып жатқан облысымыздағы кәсіпорындардың шаруашылық қызметі туралы ойланып көрейік, және осы тақырыпта әңгіме дайындайық. Балалар, күнделікті тұрмыста қолданатын заттарды біздер пайдалы қазбалардан аламыз. Енді қандай тұрмыстық заттарды біз қандай пайдалы қазбалардан алатынымызды үлкендерден сұрап, және қандай өнеркәсіпте жасайтынын біліп алайық. Сонымен қатар өзіміздің ішетін тамағымыз қандай ауыл шаруашылығына тиесілі екенін, оны қандай зауыттарда, фабрикаларда өндіріп, халыққа тұтынуға беретінін онда анықтап көрейік. Қазақстанда өндірілетін тамақ өнімдерінің 5-10 түрін жазып, және мұндай өндіріс орындарын қалай аталатынын жазайық. Балалар, көрдіңіздер ма? Бүгінгі сабақта сіздер
Қазақстанның өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығымен таныстыңыздар. Өнеркәсіпте не өндіретін және ауыл шаруашылығында немен айналысатынын сипаттап салыстыра білдіңдер. Оны ажырата аласыңдар деп ойлаймын. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз не үйрендік? Біз экономикалық қызметтің субъектісі туралы білдік, яғни ірі және ұсақ өнеркәсіптер, кәсіпорындар, зауыттар мен фабрикалардың қалай жүргізетінін және еліміздің шаруашылық қызметінің не екенін, ауыл шаруашылығы мен кәсіпорындарға қандай шаруа түрлері жататынын анықтадық. Қазақстанның пайдалы қазбалар картасын танысып, қай облыста қандай пайдалы қазбалар өндірілетінін анықтадық. Сонымен қатар, өз өңіріңде өндірілетін түрлі шикізаттарды және ауыл шаруашылығындағы қай шаруашылықтың өз өңіріңде жүзеге асып жатқанын білдің. Дүниетану сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.